Қайырлы күн, ата-аналар. Қазіргі 21 ғасырда жаңа инновациялық технологияларды дамыту мақсатында гаджеттер мен компьютерларды қолдану, жұмыстану өмірімізде үлкен белес алуда. Ересек адамдар, жасөспірімдер, мектеп жасына дейінгі балалардың гаджеттер мен компьютерларды жиі қолданып жатқанын байқап жатамыз. Сол себепті сіздерге бала өміріндегі гаджеттер мен компьютерларды зияны мен пайдасы туралы кеңес айтып өткім келеді. Енді гаджеттер мен компьютерлардың пайдасы мен зиянына тоқталып өтейін. Бала өміріндегі гаджеттердің пайдасы бала ақпараттарды тиімді өзі таба алады. Және компьютерлік ойындар арқылы өзінің танымдық, зияткерлік, шығармашылық, этикалық, эстетикалық қабілеттерін шыңдау үстінде. Ал ата-анаға гаджет көмекші құрал ретінде пайдасы орасан зор болып отыр. Әрине, гаджеттер мен компьютерлардың зияны үлкен рөл атқаруда. Яғни гаджетті шамадан тыс пайдаланған адамның миы дұрыс дамымайды екен. Адамның миы 21 жасқа дейін дамиды. 2 жасқа дейінгі баланың миы 3 есе қарқынмен дамиды екен. Сондықтан 2 жасқа дейінгі балаға гаджетті мүлдем беруге болмайды. Гаджетті шамадан тыс пайдаланған баланың есте сақтау қабілеті нашарлайды, психикалық ауытқулар пайда болады, ұйқы безінің нашарлауы, агрессивті мінез-құлықтар пайда болады екен. Ғалымдардың айтуы бойынша компьютер мен гаджеттерді өзіне сәйкес уақыт мөлшері белгіленген екен. Яғни 2 жасқа дейінгі балаларға мүлдем гаджет пен компьютерлерде жұмыстануға болмайды. 3 пен 4 жас аралығындағы балаларға күніне 30 минуттан артық берілмейді. 5 пен 6 жастағы балаға 1 сағаттан артық гаджетті қолдануға болмайды. 7-9 жастағы балаға 90 минуттан артық гаджетті қолданбаған дұрыс. Ал 13 пен 10 жас аралығындағы балаларға 2 сағаттан артық қолданбаған жөн. 14-16 жастағы балаларға 3 сағаттан артық қолданбаған жөн. Егер осы тәртіпті ұстанатын болсаңыздар, ата-аналар соған сай баланың денсаулығында да, тәртібінде де, үйдегі қарым-қатынаста да ешқандай мәселе туындамайды.